Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына күн ылғалдалып жаңағы жаңбырдан кейінгі уақыттарда жалпы балапандарға единол мен пропойка жасаймыз. Единол деген ветаптекалар сатады. Бір чай қасықты 5 литрға араластырып береміз. Ал енді ол единолды өздеріңіз қолдан жасасаңыздар болады, синьот деп аталады. Ылғалдылық жаңбыр жауғаннан кейін 2 рет бересіздер. Аптасына 2 рет беруге болады. Одан зиян шекпейді. Жаңағы единолды алып саласыздар. Единолды алып бір шай қасықты 5 литрға араластырып бересіздер. Пропойка. Ал енді оны қолдан да жасауға болады. Оны синьот деп аталады. Синьотты картофельный крахмал аласыздар магазиндерде, ол сущий копеек дейді ғой. 2 шай қасық картофельный крахмал, құм шекер или бал араластырасыздар. Лимон қышқылын қасықтың ұшынан где-то бір, қалай айтса болады, қасықтың ұшымен соны алып, бұрғылдап қайнап тұрған суға алып араластырасыздар. 1 литр суға 800 грамм 1 литр суға араластырып, жаңағы лимон кислотаның қасықтың ұшымен 2 қасық қант, 2 қасық крахмалды жақсылап араластырып аласыз. Сол жерде ол кисель образный болады. Оны аласыз да, содан кейін 5 литр салқын комнатный температура суға араластырып алып, жаңағы жасаған растворымызды араластырып алып, оған 40 капель дейді, 40 тамшы йодты араластырасыздар. Йодты араластырып, соны жайлап балапандарыңызға құйып бере бересіздер. Профилактика ретінде. Мына ылғалды, ауа райы ылғалды болған кезде, сырыс болған кезде, және жаңбырдан кейін кезде өзі бактериялар, вирустар оянады, жердің бетінен көтеріп жібереді жаңбыр жауған кезде. Сол себептен солай істейсіздер. Жаңағы 2 қасық картофельный крахмал, 2 қасық қант или бал, және лимонный кислотаның қасықтың ұшымен қайнап тұрған 1 литр 800 граммдық қайнап тұрған суға араластырып аласыздар. Және соны 5 литр салқын суға араластырып барып йод тамызасыздар. Ыстық суға йод тамызып жүрмеңіздер. Ал берекесін берсін, құстарыңыздың, балапандарыңыздың жағдайын жасап, дені сау балапан құс өсіріңіздер.